енді оқушының анасын біз жақсы танимын. Мен мұны Қаратал село округіне су тасқыны кезінде осы Ой селосына келді. Енді жолдасымен ажырасқан екен заң жүзінде. Сосын енді тұрғын үй жоқ болғасын біздер көмек беруге тырыстық, тұрғын үй кезегіне тіркедік. Сосын енді мынау 24-ші жылы жылдың аяғына қарай оған тұрғын үй бердік. Жаңа тұрғын үйден салынған үйден тұрғын үй бердік. Ол азаматты да енді ойдыкі танимын. Енді денсаулығына байланысты ауырып жүр, операциядан шықты, оны бәрін жақсы білемін мен оны. Бірақ енді жаңадай әрекетке барады деп ондай ойлаған жоқпыз. Тұрғын үй бердік оларға да. Оларға да тұрғын үй? Кезінде тұрғын үй алды, олар да сол үйдің авария жағдайына байланысты 17-ші жылда алған. Бұндай бұрын болған жоқ еді. Сол енді мына бірінші рет болып тұр. Бәрімізде енді осындай жағдайдың болғанына қиналып жүр. Енді әрине ондайға енді негіз жол бермеу керек қой.